Қайырлы күн! Сәлем достар! Эфирде бала таймайдыры. Бүгін біздің тақырыбымыз IT саласына арналмақ. Әлемде IT саласы күн сайын қарқынды дамып келеді. Цифрлы Қазақстан бағдарламасының оқушылар сарайында стартап академиясы, 3D модельдеу зертханасы, балалар технопаркі құрылды. Құрметті көрермен, оқушылар сарайының Basic Design атты IT кабинетімен бірге танысайық. Сәлем достар! Сәлеметсіздер ме балалар? Basic Design студиясының тәрбиеленушілері графикалық дизайнның негізін 3D модельдеу және әртүрлі қызықтар бағдарламаны игереді. IT сыныбында цифрлық білім алу ресурстарына көп көңіл бөлінген. Бұл жерде озық ойлы, зерек оқушылар Corel, Photoshop, Blender бағдарламаларын игеріп, болашақ мамандықтарына жол ашады. Бұл жаңа сыныптар Нұр Отан партиясының Ыбырай, Қазақстанның жас бағдарламашылар лигасы қорымен бірлескен бастамалық жобаларын іске асыру шеңберінде жүзеге асырылды. Қазіргі таңда бұл студияда 60-қа жуық бала компьютер тілін меңгереді. Павел Игоревич, студия жайлы айтып беріңізші, немен айналысасыздар? Оқушылар қандай бағдарламаны үйренді? Здравствуйте, меня зовут Павел Игоревич. Здесь в студии Basic Design мы изучаем 3 различных направления. Это дизайн и компьютерная графика, 3D-моделирование и программирование. Дети занимаются в различных программах, таких как Photoshop, Corel, Blender, Magicavoxel и другие. Мы изучаем такие направления, потому что сейчас востребованы специалисты, которые обладают знаниями в различных областях. И я уверен, что наши учащиеся будут востребованными специалистами. Саған бұл студия несімен ұнайды? Есімім Шамұрат Қасым-Жомарт. Basic Design студиясында 2018 жылдан бері тәлім алып келемін. Осы уақыт ішінде мен көп нәрсені білдім, әртүрлі бағдарламасында жұмыс істеуге үйрендім. Мен үшін ең қызықтысы сайттардың дизайны, Krita бағдарламасында шағын мультфильмдер жасау және де Blender бағдарламасында 3D модельдеу. Мүмкін болашақта бұл маған мамандық таңдауға көмектеседі. Сенің атың кім? Бұл студияда нені істейсің? Менің атым Федор. Мен Basic Design секцияға барамын. Мында өте қызықты, маған өте ұнайды. Елисей, сенің қандай хоббиің бар? Өткен жылдан бастап мен мультипликациямен айналысып, біраз тәжірибе жинадым. Мультфильмде әр кадр бөлек түсірілді. Менің ойымша бұл хобби адамдарды еңбекқорлыққа және шыдамдылыққа тәрбиелейді. Менің IT саласында барлық бастамалар мен жобаларды қолдағаны үшін Павел Игоревичке алғысым зор. Керемет деп осыны айтып, мынау не ойыншықтар? Аиша, бұл сен ойнайтын ойыншықтар емес, бұл 3D модельдер. Бұл туралы бізге жас тілшіміз Небегүл Төлегенова баяндайды. Бұл студияның оқушылары 3D модельдерін 2 бағдарлама арқылы жасайды. Олар Magicavoxel және Blender. Бірінші бағдарлама оңай, бірінші жылдың оқушыларына арналған. Бағдарлама өте қарапайым, визуалды стилі жасалған. Екінші Blender. Бұл мультфильмдер, компьютерлік ойындар жасау үшін және 3D басып шығару үшін модельдерді дайындау кезінде қолданылатын кәсіби редактор. Мұнда көптеген құралдар, бірнеше жұмыс кеңістігі, икемді параметрлер бар. 2 бағдарлама да тегінді, сондықтан біздің оқушылар оларды үй компьютерлеріне еш қиындықсыз орната алады және 3D модельдеу саласында өз бетінше жұмыс істей алады. Бұл студияның жас өрендері конкурстарға жиі қатысады екен. Ол туралы бізге жас тілшіміз Смагулова Жанетта баяндайды. Basic Design студиясының оқушылары жыл сайын кәсіби конкурстарға жиі қатысады. Мысалы, Scratch ортасындағы жаңа жылдық тарих, анимация байқауы, Alter World 3D модельдер байқауы, болашақ армиясы компьютерлік иллюстрациялар байқауы. Сондай-ақ студия тәрбиеленушілері облыстық, республикалық және тіпті халықаралық байқаулардың жеңімпаздары. Осы оқу жылы ішінде Ильченко Анастасия ұлы өнертапқыштарға алғашқы қадам республикалық байқауының 3-ші орын жеңімпазы. Карина, осы алғаш компьютерлер қашан пайда болды? Компьютерлік тарихы жайлы бізге Әмір Рахым айтып береді. Компьютер қалай пайда болды? Компьютер сөзінің анықтамасы бойынша 1897 жылы ағылшындық Оксфорд сөздігінде пайда болған. Ол сөздікте компьютер механикалық
құрылғы ретінде көрсетілген. Есептеуіш автоматтың авторы Чарльз Бэббидж болатын. Оны қазіргі компьютердің атасы деп те атайды. Карина, осы компьютерлердің зияны мен пайдасын білесің бе? Ол туралы бізге жас тілшіміз Әлімжан Набиев айтып береді. Қазіргі таңда ғаламтор әлемдік байланыс құралына айналып отыр. Ғаламтор арқылы әртүрлі әлеуметтік желілерде отыруға болады. Ал осы ғаламторға қосылу үшін бізге компьютер керек. 21 ғасырда компьютерсіз өз өмірімізді елестете алмаймыз. Компьютердің көмегімен бірнеше минуттың ішінде керекті мәлімет алуға, қиын зерттеуді немесе есеп-қисапты жасауға болады. Дербес компьютерлердің бірнеше миллион адамдардың еңбектерін жеңілдетті. Шығармашылық емес, жұмыстардан босатты. Олар адамға жұмыста да, үйде де компьютердің жарыққа шығуы, кітаптардың жарыққа шығуы сияқты үлкен мәнге ие болды. Компьютер бизнесте, ғылымда, медицинада, білімде, өндірісте, сауда-саттықта, тұрмыста, музыка саласында қолданамыз. Ал осы компьютердің балалардың денсаулығына зияны жайлы менің досым Батыр айтып береді. Компьютердің оқушы өмірінде қаншалықты керекті құрал болса да, соншалықты зиян екенін ұмытпауымыз керек. Балалар, естеріне сақтаңдар, компьютердің адам ағзасына зияны да бар. Күндіз-түні мониторға қадалып отыру нерв жүйесінің бұзылуына, көру мүшесіне, иммунитетке әсер етуі мүмкін. Ұзақ тапжылмай отыру омыртқаға салмақ түсіріп, оның қисаюына әкелуі мүмкін. Компьютермен жұмыс істеп болғаннан кейін қолыңызды салқын сумен жуыңыз. Міндетті түрде үзіліс қажет. Ересек адамдар үшін әрбір 2 сағат сайын 15 минут, ал балалар әрбір жарты сағат сайын 15 минут үзіліс жасау керек. Оқуға тиісті құжаттарды принтерден басып шығарып алып оқыңыз. Көзіңіздің саулығына үлкен пайдасы тиеді. Денсаудың жаны сау дегендей, денсаулығымызды дұрыс күтуге тырысайық. Бұл студияның ең керемет дүниесі бұл 3D принтер. Бұл принтерден осындай дүниелер шығады екен. Мысалы, Ильченко Анастасияның ұялы телефонға дайындаған осындай құралын 3 сағатта басып шығарған. Анастасия, сен бұл құсты қалай жасадың? Бұл фотокос телефонда тіреп тұрады. Өте қолайлы, әдемі әрі пайдалы. Бұл жобаны мен бірнеше ай жасадым. 3D принтер арқылы таза экологиялық пластиктен басып шығардым. Облыстық кезінде жоба бірінші орынға ие болды. Республикалық конкурста бұл жұмысым 3-ші орынға ие болды. Мен үшін бұл керемет жетістік. Қандай керемет? Осындай 3D принтер туралы тілшіміз Айзере Қияш баяндайды. Оқушылар компьютерде бағдарлап жасаған ең керемет 3D модельдерін 3D принтер арқылы басып шығарамыз. Жұмыс принципі келесідей. Пластикалы жіп экструдерге жүктеледі. Ол 200 градусқа дейін қызған кезде ериді және жұқа қабаттардан дайын модель жасайды. Басып шығару параметрлерін реттеуге болады. Соңғы нәтиже пластиктың сапасына, оның химиялық құрамына, басып шығару жылдамдығына, әр қабаттың биіктігіне байланысты. Қабаттың қалыңдығы мен басып шығару жылдамдығы неғұрлым аз болса, дайын өнім сұғырым жақсы болады. Бұл студияның өнер тапқыш оқушылары осындай қызық модельдер жасап болашақ мамандығына жол ашады. Карина, сен не ойын ойнап отырсың ба? Маған да үйретші. Маған бұл студияның оқушылары Kahoot сервисінде ойын ойнауды үйретті. Бірақ Айша, бұл ойынды ойнау үшін осы студияға жазылу керек. Kahoot сервисі деген не? Бұл сервис өткен тақырыптар бойынша оқушының білімін тексеру. Бұл викторина 4-10 сынып оқушыларына арналған. Теориялық және практикалық бөлімдерден тұрады. Балалар Adobe Photoshop, CorelDRAW, Autodesk, AutoCAD-ті векторлық және графика мен инженерлік сызбалармен негіздерді үйренеді. Құрметті көрермен, бала тайм айдарының бүгінгі саны осымен аяқталды. Заман талабына сай IT саласын меңгеремін десеңіздер, Basic Design студиясына келіңіздер.